ауыл адамдарының қала адамдарының айырмашылығы. Достар, осы бір сұрақтың жауабын жол таптық ауылында жүріп түсінгендей болды. Мысалы, бір-бірімізді танымасақ та қазақ тілі мұғалімі мен үшін туған ағамдай болып кетті. Бірге алышуға бардық, бірге талай-талай игі істер жасадық. Қазақстан Республикамыз тәуелсіздігі мәңгі болып жасай берсін. Енді бірінші рет көріп тұрса да, ауылдың 90 жастағы ақ жаулықты әжесі қолында алып, бетіне сүйіп өзінің ақ батасын берді. Рахмет, сыйлағандарыңа рахмет, көп жесеңдер, бақытты болыңдар. Рахмет. Халқыңды қалауын елеулі болыңдар. Рахмет шақырғандарыңа көп жесеңдер, дендерің сау болсын, аман болыңдар. Өткен бір жерден келсексе, мектепке бір апта бойы түнеткіздіріп, бізге жақсы бір қолдау көрсеткен, қызмет көрсеткен мектеп директоры мен және мектеп қызметкерлері. Күннің сағат 1-де болсын, асхананың есігін ашып беріп, дәмді тамақ пісіріп берген мектеп аспазшысы. Қалдан келген қонақтарды өзінің бір малын алып, бізге сойып берген ауыл тұрғындары. Жерге жоңғарлы жатты дейді, рас па? Сен жоңғарға бармай қой. Осыдан түсінгенім, қала адамдарының бәрі емес, бірақ басым көбісі бір-біріне пайдасы үшін араласады. Ал ауыл адамдары адам болғандықтан бір-бірімен сыйласып, құрметтеседі. Рахмет, жол таптық.